Баршаңызға қайырлы таң, қайырлы күн, қалайсыздар? Барлықтарыңызға рахмет, уайымдап, тілеуші болып жатқандарыңызға. Балам жақсы қазір. Сол, больницада жатырмыз. Сен бәрі уайымдап жатыр. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Кеше ана көз тимесінші. Короче, күшті суға түсіп жатыр. Қазір мына жақта искусственный волна болады. Соны күтіп отырмыз. Ал кетті, бір, екі, үш. Мен сияқты бүйтесің. Мен бар, жауап аласың. Видео түсіп берген ғой. Қалай үшін, осыны демалыс болып отыр. Бәрін түсіруге тырысамын сіздерге. Балда келатыр. Қарасыз, қандай балда келатыр. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң болсын достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте керемет демалыс орнына келдік. Демалуға емес, шаруалармен. Нұрмахан деген ағамыз осы жерге бір-екі жұмыстармен жіберген болатын. Енді мынандай етті қараңыздар, шағайын. Ой, не деген керемет, не деген тамаша. Мына жерден тауға көрініс ашылады. Бүгін что-то бұлтты болып тұр, әйтпесе өте керемет, мынандай кереметтей точкалар бар. Мынаяқтарда қарайтын болсаңыздар, мынандай керемет үйшіктер. Қайырлы таң баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгінгі қасиетті жұма мүбарак болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Алла тағалам әр отбасында тек береке, қуаныш болсын, махаббат болсын. Ең басты байлығымыз денсаулық, денсаулығымыз мықты болсын. Бүгін садақа беруді ұмытпаңыздар. Негізі садақаны күнде даже 100 теңге болса да берсеңіздер, әдетке айналдырсаңыздар, білесіздер ме қандай? 1001 пәледен, шайтанның азғырынан, жол апатынан, қайғы қасіреттен сақтайды. Сондықтан да садақа беруді әдетке айналдырыңыздар. Берген садақаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі күндеріңіз қуанышқа, сәттілікке толы болсын, жандарым.